Жетісу облысы Көксу ауданы Мұсабек ауылында тұрамын. Өзім мал шаруашылығымен айлансам, биыл 34 жасқа келдім, 5 балам бар. 35 жасқа дейінгі жастардың бағдарламасымен 5 миллион теңге кредит алған. Соныма қазір алған жылқыларыммен мал шаруашылығын. Бие сауатын құрамыз, мынау біздің осы жуықта сатып алған аппаратымыз. Жаңағы 10 шақты, 20 шақты бие болған кезде шамамыз келмей кетеді, сол кезде осы аппаратпенен сауып үлгере алмай қалған жағдайда сөйтіп жатырмыз. Қымыз ежелден келе жатқан ата дәстүріміздің жаңағы өзіміздің сусынымыз, жалпы біз бала күнімізден көріп өсіп жетіп келдік осы сусынымызбен бірге. Біздің кішкентай күнімізде ата-анамыз жаңағы осыменен дамыған бізді жалпы үйреткізген. Біз ол кезде жаңағы саба деген нәрсе болатын. Саба деген нәрсеменен ашытатын. Қазір технологиялар дамығаннан кейін осындай жаңағы автоматты сабамызбенен пісіп жатырмыз. Жалпы бұны қымыздың жасалу барысы биеден сауамыз, сүзіп әкеп құямыз бұған. Саумалдай сүзіп әкеп құйып 2 сағатта бір 15 минутта бір пісіліп, жалпы ашытады. 2 сағаттай ашытамыз, содан ары қарай қымызымыз жасалып шығады.